Хабар арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман, армысыздар. Бүгін орталық сайлау комиссиясында партиялық тізімдерді тіркеу аяқталады. Заң бойынша бұл шара дауыс беру күнінен 2 ай бұрын басталып, оған 1 ай қалғанда түнгі сағат 12-де бітуі тиіс. Ертең мәжіліс сайлауы бойынша үгіт жүргізу кезеңі басталып, наурыздың 18-і сағат түнгі 12-ге дейін жалғасады. Ал мәжіліске Қазақстан халқы ассамблеясы атынан кандидаттарды ұсыну 20 ақпанда басталып, 29 ақпанда аяқталады. Үміткерлерді ассамблея кеңесі ұсынады. Финляндиядағы Ирак босқындары отандарына оралуда. Бағдат қаласына мигранттардың алғашқы легі жетті. Осыдан бірнеше жыл бұрын елден үдере көшкен 100-ден астам Ирак азаматы туған жерге кері қайтты. Бұған себеп өзге аймақтағы климаттың қатаң болуы және тұрақты жұмыспен баспананың табылмауы. Тағы 4000-нан астам мигрант Финляндияда босқын мәртебесін алудан өз еркімен бас тартты. Фин көші-қон қызметінің мәліметі бойынша 3000-нан астам Ирак азаматы баспана сұрау жөніндегі өтініштерін қайтарып алған. Айта кетейік, өткен жылы 32 000 мигрант Финляндияда қалуға биліктен рұқсат сұраған еді. Бұл 2014 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 10 есеге көп. Түркияның Стамбул қаласында Қазақстанның экономикалық және инвестициялық мүмкіндіктері таныстырылды. Алқалы жиынға 300-ге жуық іскерлік топ өкілдері қатысты. Түрік кәсіпкерлерін елімізде шетел инвесторларына жасалған салықтық жеңілдіктер мен жоғары экономикалық әлеуеті ерекше қызықтырады. Олар Қазақстанның құрылыс, ауыл шаруашылығы, тоқыма және машина жасау өндірісіне қомақты қаржы салуға ниетті екендіктерін жеткізіп отыр. Тақырыпты Түркиядағы тілшіміз Ержан Жүніс жалғастырады. Түркияның іскер топтары қазақ елімен өзара сауда айналымын нығайтып, ынтымақтастық көкжиегін нығайтуға ниетті. Бүгінде отандық экономикамызда түрік капиталының үлесі 2 миллиард ақш долларына жуықтады. Қос елдің мемлекет басшылары қабылдаған жаңа синергия бағдарламасы бойынша жалпы құны 2,8 миллиард доллар құрайтын 23 жоба қолға алынған. Оның аясында биылдың өзінде 3 бизнес жоба іске қосылатын болды дейді еліміздің инвестициялар және даму министрлігі инвестициялар комитетінің төрағасы Ерлан Хайыров. Сондай-ақ алқалы жиында түрік кәсіпкерлеріне Еуразиялық экономикалық одақтың әлеуеті мен елімізде шетелдік инвесторларға жасалып отырған мемлекеттік қолдаулар жайлы пайдалы ақпараттар берілді. Елімізде соңғы кездерде инвестиция саласына үлкен мән беріліп жатыр. Оның үстіне үлкен инвестицияларға тартуға байланысты көптеген жеңілдіктер қарастырылған заң бойынша. Осы 2014 жылы жаңа жеңілдіктер қарастырылған болатын. Осының барлығын біз жаңадан түрік кәсіпкерлеріне жеткізуіміз керек. Инвестицияның біздің елімізге деген маңызы ол бірінші кезеңде ол жаңа технологиялардың келуі мемлекетімізге, біздің өзіміздегі кейбір дамуға ашық салаларда қосымша қарқынды өсуіне үлес қосу. Осы үшін біз инвесторлар тартуға, мемлекетімізге инвестиция тартуға шақырып жатырмыз. Қазақстанда 1000-ға жуық біріккен қазақ-түрік кәсіпорындары жұмыс істейді. Олардың дені құрылыс және тоқыма салаларында табысты еңбек етуде. Жиында еліміздің ауыл шаруашылығы саласына үлкен басымдық беріліп отырғаны кеңінен талқыланды. Мысалы, бұл салаға берілетін мемлекеттік қолдау 4,5 есеге артып, алдағы 7 жылдың көлемінде 70 миллиард долларды құрайды. Ал өнімді терең өңдеу технологиясына Түркияның озық тәжірибесін қолдану біз үшін тиімді болмақ. Türk iş adamlarına tavsiye ediyorum. Түркия жылына отандық экономикасына 11 миллиард долларға жуық қаржы тартып отыр. Өйткені біз де әлемнің бірқатар мемлекеттеріне барып, дәл осылай еліміздің инвестициялық мүмкіндіктерін шетелдік әріптестерімізге таныстырамыз. Кездесу нәтижесінде арада іскерлік байланыстар орнайды. Бүгінгі бас қосуда жемісті аяқталатынына сенімім мол. Отырса соң қазақстандық тарап бизнес жобасымен келген кәсіпкерлермен жеке жүздесу өткізді. Олардың арасында машина жасау, ауыр және жеңіл өнеркәсіп салаларында үздік деп танылған кәсіпорын иелері де бой көрсетті. Ержан Жүніс, Хабар, Түркия, Стамбул. Қазақстанда автомобиль саудасы құлдырады. Отандық автобизнес қауымдастығының мәліметтеріне сәйкес 2016 жылдың қаңтарында елімізде ресми нарықта тек 3492 көлік сатылған. Бұл 2015 жылдың желтоқсанымен, яғни 1 ай бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 45%-ға кем. Сатылған машиналардың 486-сы Қазақстанда шығарылғандары. Бұл аралықта да құлдырау 42%-дан асады. Өйткені 2015 жылдың желтоқсанында елімізде құрастырылған 833 көлік саудаланған болатын. Батысмұнайгаз жабдықтары кәсіпорнында қазақстандық үлес көлемі 60%-ға жетті. Бұл туралы аталмыш компанияның басшылары мәлімдеді. Елімізде 10 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан бұл серіктестік негізінен автоматты түрде басқарылатын газ тарату станцияларын жасап, орнатумен айналысады. Кәсіпорын осы уақыт ішінде газдандыруға бағытталған 100 шақты жобаны жүзеге асыруға атсалысыпты.
Мұнда қазір көршілес Ақтөбе облысындағы Қандыағаш елді мекенін газдандыруға арналған жаңа автоматты газ тарату станциясының құрылысы жүруде. Кәсіпорын 50 шақты жергілікті тұрғынды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Қазір біздер автоматикалы газ тарату станциясын жұмыс жасап жатырмыз. Оған жататын артымызда тұрған операторлар. Қазақстан бойынша 80 компаниямен жұмыс жасап жатыр. Жұмыс бар деп есептейміз. Тапсырыс жетеді. Жамбыл облысында дәрі-дәрмек пен жанармай бағасы өспейтін болды. Таразда облыстық әкімдік пен дәріханалар және жанармай құю станциялар арасында меморандумға қол қойылды. Яғни дәрі-дәрмектің негізгі түрлері мен АИ-80 және АИ-92, 93 маркалы жанармай бағаларын негізсіз көтермеу туралы келісім жасалды. Жергілікті 7 фармацевтикалық компания күнделікті өмірде аса қажетті дәрілер бағасын қымбаттатпауға уәде берді. Сондай-ақ жанармай құюмен айналысатын 8 сауда желісі де автокөлік отынының құнын өсірмейтін болды. Ендігі жерде жамбылдықтар темір тұлпарларына жанармайды Тараз Петросервис, Эркойл, Эврика, Тұлпар, Салижан, Бизнес Ойл, Синойл және Гелес жанармай станцияларында бұрынғы бағамен құя алады. Қол қойылған құжаттың орындалуын арнайы штаб қадағалайды. Аптасына бір рет бұл штаб тексерулер нәтижелерін талдап отырады. Оларға жеңілдікпен арзандатылған бағамен сөрелер беріледі, және де ірі кәсіпорындармен сауда нысандарының басшыларымен сөйлесіп, олардың арендный плата дейді, ақы несі бар, жеңілдетілген 50%-бен жеңілдікпен, және кейбір ірі сауда нысандары бір жылға дейін оларға аренда бағасын ақысыз беріп атқан шаралар жасалып жатыр. Қостанай облысында қауіпсіз жол шарасы өтуде. Алғашқы 3 күннің ішінде жол жүру ережесін бұзу бойынша 1169 дерек тіркелген. Мас күйінде көлік басқарған 34 жүргізуші ұсталды. Қазір бұл шараға полиция инспекторларымен қатар барлық бақылау техника құралдары тартылған. Олар негізінен көлік оқиғалары жиі орын алатын аумақтарды жіті бақылауға алады. Нәтижесінде алғашқы күндердің өзінде жылдамдықты шамадан тыс арттырған, қауіпсіздік белбеуін тақпаған және басқа да қауіпсіздік ережелерін бұзған 700-ге жуық жүргізуші жауапкершілікке тартылды. Жедел алдын алу шарасына 400-ден астам полиция қызметкерлері жұмылдырылды. Мұндағы мақсат көлік жолдарындағы тәртіпті күшейту, әсіресе қайғылы жағдайға әкеліп соғатын апаттардың алдын алу. Бұл бағыттағы жұмыстар басшылық тарапынан бақылауға алынған, сондықтан алдағы күндері де жалғасын табады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 233 қызметкері аттестациядан өте алмады, оның 156-сы қызметінен босатылған. Жастары келген және денсаулығы сыр берген тағы бір топ кісі өз еріктерімен жұмыстан кеткен. Бұл туралы еліміздің наиб муфтиі Серікбай Қажы Ораз мәлімдеді. 2 жылдан астам уақыт бойы жүргізілген сынаққа республика бойынша 3032 діни қызметкер қатысқан. Аттестациядан негізінен облыстық мешіттердің бас имамдары мен олардың орынбасарлары, азаншылар және ұстаздар өтті. Тест сұрақтары Құран кәрімді, ислам дінінің және одан тараған әртүрлі ағымдардың шығу тарихын қамтыды. Сонымен қатар Конституция, Еңбек кодексі, дін туралы және басқа да заңдардан келген сұрақтар да болған. Енді емтиханнан сүрінген азаматтар өз білімдерін жетілдіретін болады. Келесі аттестация 4-5 жылдан кейін өтеді деп жоспарлануда. Имамдарымыз шариғи діни сұрақтарда жетік екендігін байқадық деп айтуға болады. Көптеген ағымдар мәселесінде біз қайта жұмыстар жасап жатырмыз. Сонда аздап жетілдіру талап етіледі. Сонымен бірге мынау зайырлы қоғамдың заңдары, соның ішінде еңбек кодекстері, басқа да қатынастардағы кішкене жетіспеушілігін байқадық деп айтуға болады. Әзірге келіп түскен ақпараттар топтамасы осындай. Түскі жаңалықтарда қайта жүздескенше.